сұлуым, өтінем өмірлік жарым болшы. Сен хансың, ал мен қарапайым тігіншімін. Ортақ түгіміз жоқ қой. Бірақ мен сені сүйемін. Мені мүлде танып білмесең, сүйемін деп қалай айтасың? Өзіңді көрген сәтте сенсіз өмір сүре алмайтынымды бірден түсіндім. Албырт сезімге сенуге болмай. Ол ерте ме кеш пе сөнуі мүмкін. Мені сүйуің үшін не істеуім керек? Айтшы маған. Сен де қалпақ тігуді үйрен. Сонда саған жар боламын. Хан басымен қалпақтарды қалай тігем? Маған бәрі күлмей ме? Нағыз өнер туындыларын жасап шығаратындай етіп тігуді үйрен. Сонда халық күлмей, шебер ханды мақтан тұтатын болады. Жақсы, ұсынысымнан бас тарта алмай, маған жар болатындай шеберлікпен тігуді үйренемін. Қалпақ тігетін ең жақсы шеберді алып келіңдер, дереу. Құп, тақсыр. Хан иеміз қалпақ шебері болуға бекінген сияқты. Маған қалпақ тігуді үйретесің бе? Оқу барысында өзіңнің хан екеніңді ұмытып, айтқанымның бәрін тыңдасаң, үйретем. Келсемін. Бүгіннен бастап ақылыңды тыңдайтын шәкіртің болам. Онда алдымен базарға барып, ең әдемі барқыттан алып кел. Сен маған қалай сөйлейсің өзің? Қане тездет. Жасым болса келді, уақытым аз. Қап. Жарайды. Бұл ғылымды меңгере алмаспын. Ойыңды бөлмей жұмыс істе. Қане. Әрбір ойы өрнек маржан сөздер секілді. Сондықтан дұрыстап үйрен. Бұл өнерді меңгерсең, онда сөзсіз тілде саласың. Солай ма? Иә. Міне. Қарай көр, мен мұны білмеппін. Менің қалпағым әдемірек. Жоқ, менікі әдемі. Тауласпаңдар, жігіттер. Менің қалпағым бәрінен де әдемі. Мұны расында да сен істедің бе? Қандай әдемі? Иә, ұстазым жақсы нәтиже көрсетіп жүрсің дейді. Жақсы нәтиже деймісің? Мен бұдан әдемі қалпақ көрген емеспін. Демек, шартыңды орындадым ғой. Енді маған жар боласың ғой. Саған қуана-қуана тұрмысқа шығам. Бұл аңшылық емес, бос сандалу. Бұлайша бұғыны қуып жете алмаймыз. Сен солға, сен оңға кет. Ал мен тура жүрейін. Артымнан ешкім ермесін. Әлгі бұғы қайда кеткен? Мына аңшыны тонайық. Жақсы. Не болды? Ол жалғыз жүргісі келді. Кейін одан көз жазып қалдық. Жіберіңдер оңбағандар. Сендер кім екенімді білесіңдер ме? Келдік әйтеуір. Ей, есікті аш. Ол жалы оралыпсыңдар ғой. Бұл кім? Әйтеуір тегін адам емес. Дереу босатыңдар мені. Бұларың үшін өкінетін боласыңдар. Қалай бұйра сөйлейтінін қара. Шамасы бұл хан болар. Егер бұл хан болса, басын дұшпандарының біріне сатайық. Ал дұшпаны жоқ болса ше? Олай болуы мүмкін емес. Кез келген ханның дұшпандары болады. Қане шыныңды айт. Хансың ба, жоқ ба? Мен қарапайым қолөнершімін. Қалпақ тігемін. Ол қалпақ шебер ғой. Қалпақ шеберін тұтқын қалыппыз. Енді ол бізге бас киім тігетін болады. Қане әскәгіріс айтпаса өлтіреміз.
Ха! Ал, нағыз жігіттің төресі болдыңдар. Бұл қалпақтарыңды хан иемізге көрсетсеңдер, міндет түрде сатып алады. Ол бас киімдерді өтте жақсы көреді. Осыған ұқсас бірдің естіген сияқтымын. Сол үшін де бәрі оны қалпақ шебері деп атайтын шығар. Кеңесіңе рахмет. Адамдардың біздің бас киімімізді көріп қорқатындарын байқадың ба? Жоқ, жай құрмет білдіріп жатқан болар. Мұндай қалпақтарды қайдан алдыңдар? Шебердің қолы маған таныс секілді. Біз ханға қалпақтарымызды көрсету үшін келдік. Ол бас киімдерді жоғары бағалайды деседі. Хан қазір үйде жоқ, бірақ қалпақтарымды өзім қуана сатып аламын. Тоқтаңыз, мүмкін хан бізге көбірек төлейтін шығар. Ол екталай. Мына адамдар көтеріп әкет алатындай алтын беріңдер. Қане? Мәс саған. Мүмкін емес. Бұл қалпақтардың құны сонша қымбат па? Еш әлім қалмады. Көмектесіңдер. Қазір құлаймын. Көтер алмасаң, мұнша алтынды несіне алдың? Мұндай олжа енді бұйырмауы да мүмкін ғой. Мыналар даңды. Олар міндетті түрде бізді ханға алып барады. Неткен ауыр. Мүмкін көмектесермін әйтпесе жете алмай зорығып қалар. Тыныш. Жеттігі әйтеуір. Міне. Үйге де келдік. Рахат-ай. Үйге келдік. Мені дәл қазір тұтқындаса да мейлі. Енді орнынан қозғалмаймын. Түстіңдер ме қолға? Ай, сен де. Бұл алтынды ханша берді, біз ұрлаған жоқпыз. Күйеуім қайда? Ол сіздің күйеуіңіз бе? Біз білмеппіз, кешіріңіз. Ол ана жерде. Біз оған жақсы қарадық. Жұмыс істеуіне кедергі келтірген жоқпыз. Иә. Егер бәрін айтсам, мені босатасыз ба? Міне, тағы бір бас киім дайын. Аман басың. Қымбаттым, сенің кәсібің мені осымен екінші рет құтқарды. Жолдауымды алған екенсіңдер ғой. Біз ханды ұрладық деген жазуы бар бас киімдерін көргенде күлкім келді. Бауырым, қалпақтарымыздағы өрнектердің өзіндік мәні бар ма? Не, хаттанмайтын бедің? Бұл әріптер ғой. Оқуға уақытта болмапты ғой. Енді болады. Апа, кеше, неше? Оқы, тағы оқы. Себебі адам үшін бастысы не? Дұрыс, білем. Я полюбил тебя. Саған ғашық болдым. Выходи за меня замуж. Маған күйеуге шық. Овладей моим мастерством. Өнерімді меңгеріп ал. Я научусь шить колпаки. Қалпақ тігуді үйреніп аламын. Позовите мастера. Шеберді шақырыңдар. Делай все, что скажу. Айтқанымның бәрін жаса. Узоры, как слова. Өрнектер сөзбен тең. Я выйду за тебя. Саған тұрмысқа шығамын. Ограбим его. Тонап кетейік бұны. Отпустите меня. Жіберіңдер мені. Я простой колпачник. Қарапайым қалпақ шеберімін. Сшей нам колпаки. Бізге қалпақ тігіп бер. На колпаках надпись. Қалпақтарда жазу бар. Они украли хана. Олар ханды ұрлап әкетті. Дайте им золото. Оларға алтын беріңдер.
Мы сильно устали. Біз қатты шаршадық. Схватить их. Ұстаңдар бұларды. Ты спасла меня. Сен мені құтқардың. Учитесь читать. Оқуды үйреніңдер.